Жанаттың жазып жүргені жындының сандырақ емес екен, өзіне сенсек. Адам түсінбейтін бір нәрселер жариялайтын әйел жабылып жүріп қойдыра алмай жатырмыз ғой. Бұл жолы бүкіл мүфтият, одан қалды зиялы қауым өр өтірегөлді. Парақшасын тіпті тиісті органдар бұғаттай алмай жатыр деседі. Рас өтірігін әріптесім айтсын. Алланы босатыңыздар, жақсылықпен жіберіңіздер. Рахмет айтыңыздар, алғыс айтыңыздар, балық дәуірінде қызмет етті, жіберіңіздер. Жаңа дәуірде жаратқан ғана бар дейді Жанат Бақыт, ал Алла оның көмекшісіміз. Тележүргізуші үлкен күшпен тікелей тілдесетініне сенімді. Әуел әлеуметті Әлихан Бөкейханов жайлы әңгімесі шулатты. Алаш көсемнің аруағы бойыма еніп, Кенесарының басын сатқанын айтты деп айдаспаннан бірақ шығарды. Кезінде Кенесарының басын Михайловқа қалай өз қолымен апарып бергені, және Михайловтың күлгені. Әлихан, мынаны халқың білсе не болады? Әлихан айтты ғой, мен өлгенше бұл құпияны өзіммен бірге алып кететін болам. Және де, егер мысалы, ол ақиқатты халқың білсе бәрібір не болады? Халқым мені түсінеді, деді Әлихан. Ол олма, алаш азаматтармен бірге бүкіл батырлар арамызда жүрген көрінеді, барлығы әйел кейпінде қайта туыпты. Әйтеке би, Қазбек биді мен Атыраудан таптым. Төле би енді келе жатыр. Төле биден алатын ақпаратым көп. Сосын батырлар, Қабанбай, Райымбек, Алпамыс, батырлардың бәрі жүр. Ендігі кезек алаштықтар деді. Шәкәрім келді. Мұны естіген ағайын алатайдай шулап жатыр. Түйткілді тақырыпқа қатысты түрлі сала өкілдері жарыса жазуда. Танымал тележурналист Нұрбек Бекбаудың пікірінше, бұл ардақты азаматтардың әруағын қорлау. Міржақып Мағжанды жамандайды бір-бірімен. Әруақтары пәленшенің денесіне кіріпті, түгеншенің денесіне кіріпті. Мынау әруақтар емес, жын туралы айтып отырған шығар, бұл біріншіден. Екіншіден, бір қасиерлі нәрсеңді осылай таптап жатқан кезде халықтың, қазақтың әудеуге шамасы келмей жатқаны кәдімгідей жүрегіңді ауыртады. Діни басқармамен белгілі дінтанушылар да дүйім жұртқа үн қатты. Жанат Бақыттың жасап жүрген ісі нағыз адасушылық дейді. Себебі өлгеннің тірілуі, жанның өзге тәнде жалғасын табуы асыл дінімізде жоқ дүние. Алла сақтасын, Құдай атынан жалған сөйлеуден ауыр іс жоқ. Барша мұсылман қауымын және барша отандастарымызды журналист Жанат Бақыттың сөзіне еріп, дәстүрлі сенімімізге селкек түсіріп, ел ішінде араңдатушылық тудырудан сақ болуға шақырамыз. Үнділік сенім наным, реинкарнация, жаңағы бір рухтың біреуіне кіруі, регрессология осының бәрі сол ілімді қамтиды. Біздің түсінігімізде, мұсылман адамның түсінігінде ешқашан біреудің аруағы біреуге кірмейді. Егер алысып кіре беретін болса, онда Алла Тағала ол адамдар сұрақ алуы да әртүрлі әрқилы болып қалмақ қой. Сол үшін бұл қате түсінік. Ал психологтар бұл ұзақ уақыттан кейінгі күйзелістің әсері болуы мүмкін деп отыр. Кәдімгі шынайы өмірден артқа кетіп, өзінің бір әлемін құрып алады. Ол жерде өзінің бақсылары бар, өзінің мысалы көзінен көрмейтін бір адамдары бар. Ол шизофрения ғой, мысалы. Жай ғана психоанализ или психотерапия бұл жерде көмектесу өте қиын. Сол үшін де бұндай кісілерді біз психиатрмен бірге, дәрі-дәрмекпен бірге емдеп барамыз. Қоғам белсенділерін қынжылтатыны Жанат Бақыттың парақшасында 2 миллионға жуық оқырман бар. Сандырағына иманында иланып жатқандар жетерлік. Тіпті 20 жыл оқыған намазын тастап, жаңа дәуірге аяқ бастым деп алып ұшып жүргендер де табылады. Сондықтан ашулы жұрт өзін жаратқан жарысын айналдырған журналистке шара қолдануды талап етуде. Айзада Оразалы, Асқат Мұқан, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан.